Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бүгін жаһандану және ұлттық тіл атты тақырыпты қарастырамыз. Мақсатымыз көрініп тұр. Бүгін біз сіздермен тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстырамыз және де жазылым тапсырмасы мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстарын анықтап жазамыз. Енді ең алдымен сұрақ: діл дегеніміз не? Термин сөз адамдардың белгілі бір қоғамдастығына тән, нақтылы тарихи-мәдени ортада қалыптасқан мінез-құлық пен іс-әрекеттердің біркелкі сипатын білдіретін ұғым. Яғни бір сөзбен айтқанда, халыққа ғана тән мінез-құлық, нақтылы бір тарихи-мәдени ерекшелік. Қазақ халқының өзіне тән ұлттық тілінің ерекшеліктері қандай? Оның мінез-құлқы, намысты қолдан бермейтіні, рухты биік ұстайтыны, батырлығы, бауырмалдығы, қонақжайлылығы. Сонымен қатар, біздің ырым-тыйымдарымыз бар. Қазақ халқының түс жору ерекшеліктері бар. Аспандағы айға, күнге қарап, ауа райын болжайтын астрономиялық көзқарастары бар. Бұның бәрі де қазақ халқының ділінің ерекшелігі болып табылады. Қазақ халқы туралы ғалымдар қандай пікір айтты? Марко Поло: олар бие сүтін ақ шарап тәрізді ішеді. Кемиус деп атайды, өте дәмді. Қарулары садақ, семсер және шоқпар. Садақ атудың нағыз шебері. Қажет болса, айшыл жолға ешқандай азықсыз шығады. Қажет болса, қару-жарағымен түнді ат үстінде өткізуге бар. Қиындық пен мұқтаждыққа кімнен де болса төзімді. Ал Григорий Потанин: қазақтар еті тірі, дені салауатты, өмірге іңкәр халық. Олар сауық сайранды жаны сүйеді. Ашық түсті киім-кешекті өмірінде мереке, той-думандарды ұнатады. Әртістік өнер мен сәнді жасану жарыстары қазақтардың бойына атақ құмарлық нышанын дарытуы да ықтимал. Мұның өзі оларды француздарға ұқсататын секілді. Афиндықтар тәрізді қазақтар жаңалықты әдеттен тыс ұнатады. Мейлі дала құнарын аңқасы кеуіп қалса да, мейлі табиғат шөлейтке төнген қатерге қарсы күресте дәрменсіз болса да, қазақ өмір үшін халықтың рухани қан тамырында күш-жігердің көл-көсір қайнар көзі бар. Тек қазақтардың өздері осы қайнардан теріс айналмаса болғаны. Сіздерге мен оқыған мәтінім ғылыми стильде жазылған. Себебі нақты ғалымдардың пікірі келтірілген. Соның ішінде мақала деп қарастырсақ болады, зерттеу жұмысы, және де кітаптарға, ғалымдардың еңбектеріне сілтеме жасалған. Енді Марко Полоның сөздерінен біз қазақ халқының батыр екенін, тепсе темір үзетін, жаны сірден жаралған ержүрек екенін, және де төзімді халық екенін байқасақ, ал Григорий Потаниннің сөзінен, пікірінен біз оның еті тірі, дені салауатты екенін, қонақжай екенін, той-думанды ұнататынын, және де бәйге, көкпардың нәтижесінен атақ құмар екенін, сонымен қатар қазақ халқының өзінің бір рухани қан тамырында күш-жігері бар. Сол күш-жігері оларға көп көмегін тигізетінін анық байқаймыз. Енді сіздерге тапсырма. Осы екі ғалымның пікірін қалай түсінесіңдер? Мысалы, ғалымның пікіріне қысқаша түсініктеме. Марко Полоның пікірінше, қазақ халқына мынадай ерекшеліктер тән, қысқаша ғана. Және де Григорий Потаниннің пікірінше, қазақ халқы осындай деп сипаттама береміз. Екінші тапсырма. Кестедегі сұрақтарға ой толғау түрінде жауап береміз. Ой толғау. Кестені жазып, сызып керек емес. Сіздерге белгілі, біздегі ең қазіргі таңдағы танымал тұлғалардың бірі, әрине де ол Димаш Құдайбергенов, қазақ халқын әлемге танытып жүрген тұлғалардың бірі. Жаһандану заманында қазақ халқының ұлттық мәдениетін, ұлттық тілін
әлемге танытып, өзінің ерекшеліктерін көрсетіп жүрген белгілі тұлғалардың бірі. Бибігүл Төлегенова. Димаш әлемдік масштабтағы тұлға, жай көзбен-ақ көрініп тұр ғой. Димаш ерекше. Ол классикалық әндерді де, халық әндерін де орындайды. Домбырада да керемет ойнайды. Енді сіздердің тапсырмаларыңыз. Осы Димаш Құдайбергенов туралы айтылған пікірден қазақтың ділі байқалады ма? Қандай ерекшеліктерін байқайсыздар? Бір сөйлеммен жазамыз. Мысалы, Бибігүл Төлегенованың Димаш Құдайбергенов туралы пікірінен қазақтың мынадай қасиеттерін байқаймыз. Одан кейін екі ғалымның пікірінен ортақ бір пікір жасаймыз бір сөйлеммен. Содан кейін салыстырамыз, яғни ғалымдардың пікірімен Димаш туралы пікірден қандай ортақ қорытынды шығады? Қазақ халқына тән ортақ қандай қасиетті анықтай алдыңыздар? Және де соңғы екі сөйлем, бұл сіздердің ойларыңызша қазақтың ділі қандай, яғни қазақ халқына тән ерекшелік қандай, аргумент келтіреміз. Және де қазақтың ділінің, яғни ұлттық тіліміздің жаһанданудағы рөлі қорытынды сөйлем. Тапсырма орындалғаннан кейін онлайн мектепке 13:35-те кіріп, екінші сабақты орындаймыз.